Лучше я позвоню в банк. А вы потеряете все свои данные. Введите пароль. Подтвердить. Алло, Бойд, вы там? Мошенничество. Сәлем, құрметті көрермендер. Человод фильміне қысқаша шолу ұсынамыз. Фильм желісінде алаяқтықтың қаупі мен адамдардың осал тұстарын терең көрсетеді. Элоиз Паркер жалғыз тұратын зейнеткер мұғалім. Оның гаражын жалға алған Адам Клей есімді омарташы тұрады. Бір күні Элоизаның ноутбугына вирусы бар сілтеме келеді. Сол сәтте белгісіз ер адам қоңырау шалып, өзін банк қауіпсіздігі қызметкері ретінде таныстырады. Элоиза еш күдіктенбестен жеке деректерін енгізіп, алаяқтардың арбауына түседі. Олар оның шотынан $2 миллион астам ақшаны шешіп алды. Бұл ақша оның қайырымдылық қорына тиесілі еді. Шоттағы ақшаның жоғалғанын түсінген Элоиза бұл соққыға шыдамай, өз-өзіне қол жұмсайды. Ал сол кеште Адам Клей оның үйіне кіріп, жердегі қаруды көреді. Элоизаның мәйітін тапқаннан кейін ұлттық қауіпсіздік агенті және Элоизаның қызы Верона Паркер Клейді күдікті ретінде тұтқындайды. Верона одан анасының үйінде не істеп жүргенін сұрайды. Клей оның гаражын жалға алып қарапайым омарташ екенін түсіндіреді. Сондай-ақ үйде дабылқаққыш қосылғандықтан ол болған оқиғаны тексеру үшін ішке кіргенін айтады. Клейді полиция алып кетеді. Кейін Верона анасының ноутбугын қарап, шотындағы ақшаның түгелдей жоқ екенін ақтайды. Ертеңіне полиция Клейдің кінәсіз екенін дәлелдейді. Элоизаның өлімі өз-өзіне қол жұмсау деп танылып, Клей босатылады. Верона одан кешірім сұрап, анасына қамқор болған үшін алғысын білдіреді. Верона Клейге анасының ақшасын алаяқтар ұрлағанын, ал бұл топтың біраз уақыттан бері ұлттық қауіпсіздік агенттерінің бақылауында болғанын айтады. Бірақ оларды ұстау қиын екенін, тіпті дәлел болса да әділдікке қол жеткізу оңай емес екенін мойындайды. Элоиз үшін әділеттілік іздеген Клей жасырын аралар ұйымынан көмек сұрайды. Олар алаяқтардың мекен-жайын анықтап береді. Бұл жерді Микки Гарнет басқаратын алаяқтық орталығы екені белгілі болады. Клей ғимаратқа 2 бак бензинмен кіріп, қызметкерлерге жазықсыз адамдардың адал еңбегін тонауды тоқтатуды бұйырады. Және оларды үйлеріне қайтуға мәжбүрлейді. Сол уақытта Гарнеттің бірнеше адамдары келіп, олармен төбелес басталады. Ғимарат ішіне бензин төгіп, оны жарып жібереді. Жарылыстан кейін Гарнет бұл оқиға туралы өзінің бастығы, бас технолог Дерек Данфордқа хабарлайды. Данфорд оған Клейді тауып өлтіруді бұйырады. Гарнет пен оның жігіттері Клейдің далада тұрған омартасын қиратып, оның гаражына барады. Бірақ Клей олардың көпшілігін жойып, Гарнетті тірі қалдырады. Кетер алдында Клей Гарнеттің саусақтарын кесіп тастайды. Осы уақытта Верона жарылған ғимаратқа барып, алаяқтардың бірінен ақпарат алмақ болады. Бірақ ол дұрыс жауап бермейді. Сол сәтте Веронаның серіктесі Мэтт келіп, анасының үйінің өртеніп жатқанын хабарлайды. Верона жанып кеткен үйге барып, сол жерден анасының ақшасын ұрлаған алаяқтың құжаттарын табады. Гарнет кейін бастығы Данфордқа телефон шалып, болған оқиғаны баяндайды. Ол әңгіме барысында Клейді омарташы деп сипаттайды. Алайда Клей оның соңынан келіп, Гарнетті өлтіреді. Оның телефонын алып, Данфордқа өзін тауып алатынын ескертеді. Данфорд бұл жағдайды Уоллес, ақштың барлау агентінің бұрынғы басшысы, яғни әкесіне талқылайды. Уоллес Клейдің құпия аралар ұйымымен байланысы бар екенін айтады, және ұлына заңсыз әрекеттерді тоқтатуды ұсынады. Осы кезде Верона жарылған ғимараттағы алаяқтар ақша жымқырумен айналысқанын анықтайды, және олардың басқа қалаларда да кол орталықтары бар екенін біледі. Бірақ серіктесі Клей туралы базада ешқандай ақпарат жоқ екенін, және оның өте құпия тұлға екенін хабарлайды. Біраз уақыт өткен соң, Уоллес Клейді тоқтату үшін омарташылар директоры Дженнетпен байланысады. Дженнет Клейдің омарташылар ұйымынан кеткенін айтады, бірақ оны өлтіру үшін бір агентті жіберетіндігін хабарлайды. Клей бұл агентті тірідей өртеп, саусағын кесіп тастайды, нәтижесінде жанармай бекеті жарылып кетеді. Осы оқиғадан кейін Дженнет Уоллесқа қайта хабарласып, Клейді қудалауды тоқтататынын, және бұдан әрі құрбан болғандарға жауапты болғысы келмейтінін айтады. Бұл уақытта Верона мен оның серіктесі Мэтт қылмыс орындарын зерттеп жүр.
Ал Уоллес арнайы күштердің бұрынғы оперативті қызметкерлерін жинап, Клейді тоқтату үшін олардың келесі операциясына дайындалуды бұйырады. Верона мен Мэтт кеңсеге келіп, ұлттық қауіпсіздік агент басшысына Клейдің базада ешқандай ресми мәліметі жоқ екенін, сонымен бірге Клейдің келесі нысаны басқа штаттағы алаяқтардың кол орталықтарын жоятынын айтады. Верона басшысына Клейден бұрын әрекет етіп, алаяқтарды өздері тұтқындау керек екенін түсіндіреді. Басшысы Веронаның Клейдің омарташ екенін дәлелдеуінен кейін рұқсат береді. Ұлттық қауіпсіздік агенттері өз командаларымен бірге ғимаратты қоршауға алады. Ішке кіргенде Уоллес жалдаған арнайы топ оларды күтіп тұрады. Олар ұлттық қауіпсіздік агенттеріне ғимаратты толық қорғауға губернатордың рұқсат қағазын көрсетеді. Осыдан кейін олар ғимараттың сыртын бақылауға мәжбүр болады. Арнайы әскерлер командасының жетекшісі іште отырған қызметкерлерге шығуды айтады. Сол уақытта менеджер Данфордқа қоңырау соғады. Ол оларға жұмысын жалғастыруды бұйырады. Осы кезде Клей ұлттық қауіпсіздік агенттерін тез жеңіп ғимаратқа кіреді. Ғимарат ішінде Клей алаяқ қызметкерлерге үйлеріне қайтуларын бұйырады. Клей алаяқтықпен айналысатын менеджерді ұстап алып, оның басшысы кім екенін сұрайды. Менеджер Дирек Данфордтың бастығы екенін мойындайды. Сол уақытта Уоллес жалдаған қарулы топ ғимаратқа кіріп, атыс басталады. Олар Клейді өлтіруге тырысқанымен оларды оңай жеңеді. Сосын Клей менеджерді тергеуге алып, оған жазықсыз адамдардың адал ақшасын ұрлағанын және Элоиз Паркердің суретін көрсетіп, оның мұғалім болғанын, оның қайырымдылық қорындағы $2 миллион алаяқтықпен ұрланғанын жеткізеді. Менеджер бұл қылмыстардың артында Данфорд пен басқа жоғары лауазымды адамның тұрғанын айтады. Клей оған әділдік орнату үшін олардың барлығын тоқтататынын ескертеді. Верона ұлттық қауіпсіздік агенттермен бірге ғимаратқа келіп, Клейден бұл әрекетін тоқтатуды сұрайды. Алайда Клей оған алаяқтардың кесірінен оның анасы қайтыс болғанын айтып, ғимараттан қашып кетеді. Верона бұл жағдайды ұлттық қауіпсіздік агент басшысы Прейгеге хабарлайды. Верона оған алаяқтардың артында Дирек Денфорд тұрғанын айтады. Денфорд екі компанияны да басқарады, ал бұл компаниялар ақш-тың бірнеше мемлекеттік мекемелері пайдаланатын Денфорд Enterprisesке тиесілі екені анықталады. Верона сондай-ақ Клейдің тек директі ғана емес, ақш президенті Джессиканы да өлтіруі мүмкін екенін болжайды. Прейгге бұл ақпаратты ешкімге жарияламауды ескертеді, агенттерге толық еркіндік береді және бұл туралы президентке хабарлайды. Клейдің тағы да қашып кеткеніне ашуланған Уоллес ұлы Данфордқа құпия қызметтің қорғауында болып, анасымен бірге қауіпсіз жерде қалуды ұсынады. Олар теңіз жағасындағы президент сарайына орналасады. Уоллес бұл жерде жалдамалы топты жалдайды. Осы кезде Клей сарайдың кіре берісіндегі жүк көлігінің астына тығылып келеді. Ол өтіп жатқан кешке кіру үшін құпия қызмет агентінің киімін алып, оның орнына өтеді. Верона Клейді байқап қалады, бірақ оны қамауға алмақ болғанда, Клей құпия қызмет жүк көліктеріне қойылған бомбаларды жарып жібереді. Барлығының назары сыртқа ауғанда, Клей сарайға кіреді. Сол уақытта сарай ішінде ұлттық қауіпсіздік агент басшысы Прейг Данфордқа сұрақтар қоя бастайды. Президент Джессика олардың әңгімесі кезінде ұлының алаяқтық әрекеттерін әшкерелейді. Ол өзінің президенттік сайлау науқаны кезінде сауалнамаларда артта қалғанын және қаржылық көмекке мұқтаж болғанын мойындайды. Сол кезде ұлының барлау агенті бағдарламасын заңсыз пайдаланғанын және ақшаны алаяқтық жолмен жымқырғанын айтады. Джессика ренішке толы және қорқып Клейдің сарайға жақындап қалғанын түсінеді. Ол бұл шындықты ашып айтып Клейді және ұлының өмірін сақтап қалуды мақсат етеді. Джессика ұлының заңсыз әрекеттерін әшкерелеуі арқылы өз өмірінде, елдің қауіпсіздігінде қорғауға тырысады. Ашуланған Данфорд Прейгті өлтіріп, анасын кепілге алады. Клей президент кеңсесіне кіріп, бірнеше құпия қызмет агентін жаралап, жалдамалыларды өлтіреді. Ақырында Клей президент кеңсесіне жетеді, бірақ оны тоқтату үшін Уоллес келеді. Алайда Клей Уоллестің саусақтарын майыстыру арқылы есікті бұзу үшін жарылғыш құрылғы орнатып, Верона мен басқа ұлттық қауіпсіздік агенттерімен бірге бөлмеге кіреді. Верона Клейге Джессика мен Данфордты өлтіруден бас тартуын бұйырады. Данфорд өз әрекеті үшін жауапкершілікті мойындағысы келмегендіктен анасын өлтірмек болады, бірақ Клей оны Джессика президенті алдында ұлын өлтіреді.
Кейін Клей терезеден секіріп, жақын маңдағы теңізге қарай жүгіреді. Верона оны тоқтатып Данфордың өлуіне мүмкіндік болса да, әділеттілік үшін Клейді атуға шешім қабылдамайды, өйткені өзінің анасы мен басқа құрбандар үшін әділеттің маңызы зор деп санайды. Содан кейін Клей алдын ала жағажайда жасырған аквалангты пайдаланып теңізге сүңгіп кетеді. Кино шолу ұнаса тіркелуді және пікір қалдыруды ұмытпаңыз.